Саламатсыздар ма, достар? Бүгін тағдыр тәлкегі әңгімесінің соңғы бөлімін оқып бермекшімін. Менің каналым ұнаса, лайк басып пікір қалдырып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Арада жылдан астам уақыт өтті. Қызымыз аман-есен босанып алған. Сая оқуын бітіріп, дипломын қолына алды. Талай жас жігіттер қыр соңынан қалмады. Бірақ мен тәйттеумен отырдым. Қызыма тең-теңімен деген бар қазақта деп. Басы бос бойдақ жігіттерге жолама. Ажырасқан бір баласы барлардың етегінен ұста. Ертеңгі күні өзіңнің бағың болады. Бетің ашық, жүзің жарық жүресің деп ылғи да құлағына құйып отырдым. Сөйтіп жүргенде бір жақын құрбысының ағасымен танысады. Ажырасқан бір ұлы бар екен. Әйелі баладан отказ жасап, құжаттарға қол қойып қарамай кетіпті. Көше көрген әйел бір жерде тұрақтап қала алмады депті қызыма. Бір күні кешкісін, мама, мен осындай жігітпен таныстым, аты Жарқын, дейді Сая. Қанша уақыт болды? Бір айдың шамасы. Дереу үйге тамаққа шақыр, баласын да ала келсін. Айт, дедім. Содан не керек? Дереу қазанға ет салып, дайындық жасап кеттім. Әлгі айтқан жігіт те келді. Астан алып, дәм татып, танысып болған соң қыздарыма бізді оңаша қалдырыңдар, дедім. Айналайын балам, өзіңді шақырған себебім алдымен өзім көрейін дедім. Алдыңнан өтіп шындығымды айтып, бір мәміле жасайық деп төтесінен айттым. Содан не керек? Қызымның кезінде алданып, шалыс басып жасаған қадамын, бұны туыстардан жасырып жүргенімізді бірінде қалдырмай айтып бердім. Келіссең үй болыңдар, екеуің де жас емессіңдер. Бірақ қызыма мен сенемін, балаңды бөліп жармай анасындай қарайды. Тек сен жарың ретінде алып, үй болып кетсеңдер болды, дедім. Сөздің ашығы алдап сулап, айламен жас жігіттің етегінен ұстатып жіберуімге де шамам жетеді, бірақ оған арым жібермейді. Бәрі адалынан болған жөн, дедім. Ол балада ағынан жарылып, ризалығын айтып, қызымды алатынын жеткізді. Сөйтіп жолдасыммен ақылдасып, қызымызды ауылдан өз үйімізден ағайын туыстың басын қосып ұзатып, құдалығын күтіп шығарып салдық. Құда-құдағилар тамаша жандар екен. Қызымыздың айыбын бір туысына айтпай, у-шу шығармай абыроймен алып кетті. Өзіміз жақ ұлы барын солай білмеді. Алматыдағы пәтерді күйеу баламен қызға бердік. Өз аттарына жаздырып, аман-есен ың-шыңсыз үй болып өсіп өніңдер деп. Күйеу баланың баласы 2 жаста, әлі есін толық білмейді. Саяға басыңдағы бағыңды бағала, осы күніңе риза бол. Баланы шеттетпе, анасындай қамқор болуға тырыс деп жиі ақылымда айтып отырдым. Солай қайта ауылға көшіп келдік. Жанелді жатақханаға орналастырдым. Енді 2 жылдан соң ол да универін аяқтайды. Бір күні таңғы шайымды ішіп отырсам, Сая хабарласты. Шыны керек жүрексініп қалғам. Сол қоңырау шалса бәрі тыныш болса екен деп телефонды зорға көтерем. Мамау деп амандық саулықтан соң жағдайын айтты. Мама, ұланның анасынан қалған ұлды түнде ыстығы көтеріліп, әбден жылап шықты. Оны уайымдап қорқып, мен де жылап отырмын. Содан ойыма қайдан сап еткенін білмеймін. Дәретімді алып, білетін сүрелерімді айтып, жылай берген соң омырауымды аузына салып жібердім. Денесі от болып тұр сонда. Мама, сенесіз бе? Омырауымды еміп кетті бірден. Омырау сүтімде иіп сала берді, мам, деп ағыл-тегіл жылап тұр қызым. Өзінің ханы да баласы жасқа толып, сол ұзатылар алдында омыраудан шығарғанбыз. Әне, көрмейсің бе? Анадан қалған жетімнің басынан сипап, мейіріммен қарағанына Құдайдың берген кереметін. Мам, Жарқын да күйеу бала мәз, байғұс жылап жіберді. Маған риза болып жүр деп қызым қуанып тұр. Ұланы жанынан шықпайды қазір. Әкесін көп іздемейді, әлі еміп жүр екен. Бұны естіп, шүкір деп қуанып қалдым. Бұл уақытта жолдасымның жұмысы өрлеп тұрды. Үстіне шағым айтушылар болса да, таныс тамырмен жоғарыда жасайтын ағаларының арқасында орнын босата қоймады.
Сонда да мен күн сайын жылап та, ұрсып та, ашуланып та айтатын болдым. Біреудің наласына қалма, мүгедектердің ақысын жеген ол өте ауыр, тағдырдан онсыз да таяқ жегендерді сен неге аямайсың деп жиі ренжитінмін. Осы үшін де ол мені жек көретін. Сен барға тойынған қатынсың деп. Сенің орныңа пәленшенің бәйбішесін әкелсең, аузын ашпай менің ісіме араласпайтын да еді деп өзіме одан әрмен қайтпай ұрсады. Амал жоқ, сонан соң барып басылатынмын. Бірақ та жиі-жиі садақамды жасап отырамын. Осының кесірі бізге, бала сағасына тимесінші деп, Аллаға шүкір, тұңғышым Саяның баласын уайымдап едім. Ішін сондай тас сүйнек етіп түйіп жүргені баласына зиян әкелмесе екен деп. Жоқ, шүкір немерем ел қатарлы дамып өсіп келеді. Оны көріп бір қорқынышым сейілді. Міне, уақыт зымырап, қалта төбіміз кенже ұлымыз шаңырақтың егесі болар Санжарымыз бүгінде мектеп бітіріп жатыр. Балам әпкелері секілді емес, өте зейінді, болашағынан үміт күтер бала болды. Әкесінің ақшасына емес, өзінің санасы мен біліміне сенетін. Ұстаздары да мақтан тұтар, мектепті алтын белгіге бітірген үздік оқушы біздің Санжар. Әкем екеуміз қуанышымыз қойнымызға симай, бүкіл туыстардың басын қосып жиын өткіздік. Ата әжелері де келді. Кезінде мені менсінбейтін. Дастархан басында ақ батасын беріп, маған ризашылығын айтып, көптің көзінше ренжітсем кешір деп жылап талды. Жасы келген кісі ғой, қанша жүремін дейсің деп, бетімнен сүйіп қолындағы алтын білезігін беріп, енемнің көзі деп тағып жүр деп сыйлап кетті. Содан не керек, жақсы көңіл күймен керемет бас қосу болды. Жалғыз ұлдың алғашқы қуанышы деп ат басын терлетіп келген жақындар қарасы көп болды. Соңында бәрі де мәз-мейрам болып қайтты. Қонақтар үйде бір күн болды. Ертесіне түс ауа қайтты бәрі. Санжартай да сыныптастарымен отырысымыз бар қалада деп, ол да жолға шығып кетті. Бірақ та неге екенін белгісіз, жүрегім іштей беймаза күйге түсті. Аузымнан шығып алардай алқынып болдым. Ана деген сондай жан екен ғой, баласы үшін алаң қағатын. Ұлым қалаға жеткенше бір қоңырау шалмады. Аман есен жеттім деп бірақ айтты. Уф деп көңілім орнына түсті. Басқа да туыстар да жапа-тармағай туыстар чатына, отбасы ошақ қасыларына оралғандарын айтып жатыр. Санжартайға қайта-қайта қоңырау шалуға ыңғайсыздандым. Оның үстіне бүгін қалада боламыз деген соң, түнде қой енді жатайын ұйқыға деп жантайып, жастыққа басым тигені сол, енем жүріп кетіпті деген қаралы хабар келді. Ауылға жетіп, түнгі шәйін ішіп, жата бергені сол, бірден қор етіп, мәңгі ұйқыға кеткен екен. Жасы келген кісі болса да, жақыныңды да ажалға қимайсың ғой, көңілім құлазып сала берді. Екі қызыма ескерттім. Одан балама айтайын деп қоңырау шалдым қайта-қайта, бірақ көтермеді. Сонда да тағы бір көрейін деп соңғы рет қоңырау шалайын дегенім сол, жолдас баласы көтерді. Әпке, әпке деген күйі жылап тұр. Айналайын, не болды десем, біз Санжардан айырылып қалдық дейді. Мен үшін бәрі бітті. Көз алдым қара түнек. Тұрған орнымда сылқ түстім. Сөйлей алмай қалдым. Көзімнен жастар бір тоқтаусыз ағады. Бейне бір маған енді, сен өлесің, саған өмір жоқ деп дәрігер үкім айтқандай. Қос құлағым шыңылдап, кім не айтып жатыр, не болып жатыр, түк түсіне алар емеспін. Есімнен айырылдым. Құдай-ау, ата-бабамыз не деген шебер еді. Көзге көрінген ұл қыздарымыз аман жүрсін деген бір ауыз сөз қандай мағыналы тілеу еді. Ананы баламен қинамасыншы мына жалғанда. Солай отырып есімнен тансам керек. Бір кезде оянсам, дәрігерлер жан-жағымда жүр. Дәурен үйге жедел жәрдем шақыртқан екен. Көзімді ашып та жылай бердім. Сонда Дәурен, Сәния, жинай есіңді, баламыз аман, жан сақтауда жатыр екен. Жедел жәрдем барғанда жүріп кетті деген екен, бірақ кейін бір ғажайып орнаған ба, қайтадан тыныс тапты деп маған жыламсырап жұбатып тұр. Адамның басындағы ең қиын жағдай не қуанарын, не қуанбасын білмеген кезде екен. Қазір сондай күйде тұрмын. Әйтеуір балам аман деп өзімді жұбаттым. Бірақ сол сәт ойыма бірден оралғаны жарықтық енем, яғни апам немересінің азабын өзі арқалап кетті-ау деген ойға келдім.
ажалға менімен тойын, немеремді босат дегендей бейне бір. Содан не керек, бірден барып апамыздың жаназасына қатыстық. Бірақ онда қала алмадық. Ағайындар да түсінді, ұлдарыңа барыңдар деп жіберді. Жүрегімді қолыма алып бірден қалаға тарттық. Ауруханаға барып, баламызды сырттай көрдік. Ес-түссіз жатыр. Дәрігермен сөйлескенде, балаларыңыздың бағы бар екен, қос аяғы көлікке қыстырылып қалған. Әзер шығарып алдық. Мұндай апаттан аман қалған бағы бар екен деп қайталай берді. Екі аяғы тізеден төмен езіліп кетіпті. Ешқандайды сақтап қала алмадық. Баланы аман сақтау үшін қос аяғын кестік. Әйтпегенде баладан айырылар едік дейді. Жойқын көлік апаты болған. Көлікте жалғыз өзі үлкен жылдамдықпен жүк көлігінің астына кіріп кеткен екен. Жолдастарынан бөлініп қайда бара жатқаны, неге жалғыз көлікке мінгенін біз түсіне алмадық. Бірақ та баламыздың аман қалғанына қуандық. Арада бір апта өткенде баламыз әзер дегенде тілге келді. Есін жинады. Аяқсыз қалғанын көріп мүлдем түңіліп кетті. Бұл жолы мен Дәуренге жақ ашпадым. Сенің кесіріңнен демедім де. Бірақ білерім қаншама баланың наласына қалды. Сол жібермеді деп ойлаймын. Санжардайды үйге шығарып алып келген соң Дәурен маған түнде менің кінәм деді. Алғаш мойындады. Оның бұрын жылағанын көрмегенмін. Еңкілдеп тұрып, баламның мүгедек болуы менің кінәм, менің жазам. Сен сонша айттың ғой, неге тыңдамадым екен? Бұл биліктің сондай қасиеті ме, әлде өзімнің ашкөздігім бе? Неге мен тоқтата алмадым? Ал мүгедектердің ақысын алып, өз пайдама жаратып, оларды жылатқанымнан өзімнің ұлым көрді азапты. Болды, мен жұмыстан кетемін деді. Сонда мен бірден жоқ дедім. Жасағаныңды мойныңмен көтер, жұмысыңды қайта қолға ал. Енді олар мүмкіндігі шектеулі жандар. Олар үшін сен жағдай жаса, адалынан жұмыс істе, бұдан кейін де отбасын қиналмасын десең дедім. Үнсіз қалды сол сәт Дәурен. Дегеніме келісті білем. Міне, еш уақытта ешкімнің қақысына кірмеу керек. Біреуге істеген жақсы ісіңде, жаман ісіңде қайта айналып өз ұрпағыңның алдына келеді.